Қайырлы күн, құрметті білім алушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Қазір сабағымызды бастамас бұрын сіздермен бірге нейро жаттығудан бастайық. Тақтада көрсетілген нейро жаттығулар арқылы осыны қайталаймыз, жақсы ма? Енді сергіп алсақ, бүгінгі тақырыбымызға байланысты тест тапсырмаларды орындайық. Бәріміз тест тапсырмалар арқылы пазл ойынын ойнаймыз. Тақтаға назар аударсаңыздар. Актерлер қойылым қойып, көрермендерге өнер көрсететін мәдени орын қалай аталады? Қазақ театрының қайнары, көсемше, сахна, өмір айнасы. Бүгінгі біздің сабақ тақырыбымыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ театрының қайнары, көсемше, сахна, өмір айнасы. Дұрыс айтасыздар. Дұрыс жауабы театр. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақ мақсатымыз көркем шығарманы тыңдайды, басқа өнер туындыларымен салыстырады, сипаттама жасайды. Және мәтіндер мен көсемше оралымды сөйлемдерді анықтап, олардың түрлерін ажыратамыз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз көсемше. Бүгін сабағымызға байланысты экранға назар аударыңыздар, видео жазбаға. Театр енді жеңіл сөзбен айтсақ, еркенің емес деп айтуға болады, тағы да басқа бірдеңелер айтуға болады, бірақ менің ұғымымда театр ұлттың санасына, ақылмен жүрегіне жеткен ойласу, сырласу орны, мұңдасу орны. Қазір театр жайлы видео тамашаладық. Енді алдарыңызда театр, сахна, өнер сөздеріне ассоциация жасап, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Бірінші тапсырманы жалғастыр әдісі арқылы алдарыңызда берілген суреттерге сахна, театр және өнер сөздеріне ассоциация жасап, стикерларға өздеріңіздің ойларыңызды жазып, кластерларда толтырасыздар. Ал енді құрметті білім алушылар, топтар болса сіздердің жазғандарыңызды оқиық. Біздің сөзіміз ол сахна, сахна сөзімен ассоциациялар әсерлі, өнер, сахна, қызықты, ежелгі, өнер, көрініс, шығармашылық, тәрбие, рухани ошағы, театр ұжымы және өнер деген сөз. Көрермен, тағылым, рухани ошағы. Жақсы, келесі екінші топ. Осыған ассоциацияларымызды оқып берейік. Актерлік ойын, көрініс, басты роль, музыкалық аспекттер, өнер жарық, театрлық қойылым, көрермендер залы, театр өнері, сахналық қойылым, сахна кулисасы, режиссерлік жұмыс. Жақсы, жарайсыздар, отырыңыздарға кластарларыңызды оқысаңыздар. Өнер бұл шығармашылық, сезімді білдіру, өнерді адамдар билейді, ән айтады, және сондай мақал бар, өнер бар жерде нәсіп бар. Құрметті білім алушылар, біздің грамматикалық тақырыбымыз көсемше. Көсемше етістіктің ерекше формаларының бірі болып келеді, және көсемше үш түрден жасалады. Бірінші АИ жұрнақтары арқылы, екінші ып жұрнақтары және үшінші жолы ғалы келі жұрнақтары арқылы. Білім алушылар, екінші тапсырма бізде жоқтық жұмыс, бадлет тақтасына мәтін беріледі. Сол мәтіндер арқылы сіздер сәйкестендіру жұмысын жасайсыздар. Мәтіннен көсемшелер тауып, түрлерін ажыратамыз. Дискретті,
мәтінді түсініп оқиды, мәтіннен көсемшелер формасын табады, көсемшенің жұрнақтарын дұрыс анықтайды. Сіздерге бұл жұмыстарыңызға берілетін балл 80-89 балл. Емес балл 89 үстен құртпақы 85 сәйкестендіру жұмысын жасайсыздар. Мәтіннен көсем. Ал құрметті білім алушылар, сіздердің жіберген дұрыс жауаптарыңызды тексерсек, жазып дұрыс, етістіктің ып жұрнақтары арқылы жасалып тұр. Келесі АЕИ жұрнақтарына айта басталады, бұл қате, айта. Жақсы, келесі ғалы келі қалы келі сөзінде айтылғалы, басқарған деген сөз болмайды. Ған ол есімшенің жұрнағы болады, бұл қате екен бізде. Айтылғалы, барлығы жатпайды, айтылғалы дұрыс, айтылғалы дұрыс. Үшінші тапсырма сіздерде топтық жұмыс. Әр топқа белгілі бір тапсырмалар жиынтығы беріледі. Бірінші топқа көлеңкелер театры берілді. Сол көлеңкелер театры арқылы сіздер оқиға желісін сомдау керексіздер. Екінші топқа қазақ театрының қайнары атты тақырыбына эссе жазасыздар. Үшінші топқа бізде комикс әдісі арқылы арнайы сюжет дайындалған. Сол комикс әдісі арқылы дайындалған сюжетті орын-орнымен қойып, оқиға сюжетін баяндау керексіздер. Дескриптив тірек сөздерді пайдаланып, эссе жазамыз, кейіпкерлердің сөзін толықтырасыздар, және де қойылымды шығармашылықпен жасайсыздар. Сіздерге берілетін балл 90-100 балл. Эсселерді жазып кімдер ма? Құрметті білім алушылар, топтық жұмыстарыңыз дайын болса, кім дайын, қай топ дайын біздер? Екінші топ дайынсыздар, сіздерде қазақ театрының қайнары тақырыбына эссе жазу керек еді. Кім оқиды? Жақсы, Милана оқи беріңіз. Қазақ театры ежелгі халықтық дәстүрлерден, оның ішінде салт дәстүрлерден, әндерден, билерден және айтыстардан, ақындар жарыстарынан бастау алады. Алғашқы кәсіби театр 1926 жылы Қызылордада ашылған Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры болды. Ол ұлттық өнерді дамытуда маңызды рөл атқарды. Қазақ этносы мен заманауи драматургия негізінде қойылымдар алаңына айналды. Бүгінгі таңда қазақ театры еліміздің мәдени мұрасының маңызды бөлігі болып қала отыр. Дәстүрлер мен заманауи үдерістерді біріктіреді. Жақсы, отырыңыздар, рахмет. Келесі топ, үшінші топ, сіздер дайынсыздар ғой? Сіздерде комикс әдісі берілген, сол комикс әдістерін орын-орнымен қойып, оқиғаны баяндау керексіздер. Жақсы. Кебек батыр Найманның батыр жігіті, Кебек бірде себептерімен тобықты еліне келгенде, сұлулығымен және ақылымен ерекше көзге түскен еңлікпен танысып, ғашық болады. Еңгілік тобықты рулының қызы Кіркене ақылы сай ару. Ол тек сыртқы сұлулығымен ғана емес, тапқырлығымен де ерекшеленді. Еңгілік Кебекке оның батырлығы, адалдығы мен сүйіспеншілігі үшін ғашық болады. Бастапқыда алыстан сезім пайда болады. Алайда ру арасындағы араздық олардың ашық кездесуіне мүмкіндік бермейді. Сондықтан олар жасырын кездесіп бір-біріне шынайы сезімдерін білдіреді. Қасылуына үлкен кедергі болды. Керубасыларының қарсылығына қарамастан, Еңлік пен Кебек өздерінің махаббатын сақтап қалу үшін қашуға бел болады. Олар далада жасырынып, үңгіре өмір сүреді. Еңлік пен Кебек тау ішінде, үңгірде жасырып өмір сүреді. Уақыт өте келе Еңлік жүкті екенін түсінеді.
көп ұзамай енді ол баланы дүниеге әкеледі. Бұл сәт олар үшін үміт сәулесіндей көрінді. Башқұрттарды іздеу басталады, ұзақ ізденуден кейін екі ру ақыры дөңгелек пен кебектен жасырған жирен тауып алады. Екі жас елдің алдына екеленен билер сотына тартылады. Лектің сәбиенің өмірі көшіруді сұрағына қарамастан да жүрек білер ол шешімінен қайтпайды. Еңлік пен кебектің қазасынан кейін олардың сәбиі қараусыз қалады. Екі ғашық ру адамның қолына түсіп билер сотты жазалайды. Еңлік пен кебек артының құйрығына байлап суреттеліп ажал құшады. Комикс әдісі арқылы жасаған жұмыстарыңыз жақсы, рахмет сіздерге. Енді келесі кезек үшінші топқа берсек, сіздерге берілген көлеңкелі театр арқылы өздеріңіз белгілі бір оқиғаны баяндау керексіздер, иә? Қандай ертегін алдыңыздар? Қоян, қасқыр және аю бір-біріне көмектесуге шешім қабылдады. Түлкі қояннан жидек теруді, қасқырдан орманды күзеді, аюдан отын тасуға көмектесуді өтінді. Әркім өз жұмысын істеді, бірақ кездескен кезде бәрі бірге жұмыс істеу әлде қайда жеңіл әрі қызықты екенін байқады. Жақсы. Құрметті білім алушылар, өздеріңіздің алдыларыңызда берілген бағалау парағы бойынша өздеріңіздің бүгінгі жұмыстарыңызды бағалап кетсеңіздер. Жақсы. Аяна, сіз өзіңізге қандай баға қойдыңыз? Бағалау парағы бойынша мен бірінші тапсырма үшін менің ойымша мен сол тапсырманы жақсы орындадым. Екінші тапсырманы мен өзім ойымша өте жақсы орындадым. Себебі мен сол сөздерді таптым. Өзім үшінші тапсырманы жақсы орындадым. Жақсы, өзіңізді айтып кетсеңіз, өзіңізге қандай баға қойдыңыз? Бүгінгі сабақта бағалау парағы бойынша мен бірінші тапсырмада өзімнің ойымша өте жақсы орындадым. Ал екінші тапсырманы болса жақсы орындадым. Үшінші тапсырманы мен өте жақсы орындадым. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Ал үшінші Бағалау парағы бойынша мен бірінші тапсырмады өте жақсы істедім. Екінші жақсы, үшінші өте жақсы істедім. Жақсы, құрметті білім алушылар, енді рефлексияға кезек берсек, сіздерге мен арнайы ссылканы жіберген едім. Сол ссылка бойынша бүгінгі сабаққа өздеріңіздің жетістіктеріңізді белгілеп, 1 саны мен 10 саны аралығында белгілеп жіберіңіздер. Сабақты рефлексия жасасақ, сабақты Padlet платформасы арқылы тепе-теңдік дөңгелегі әдісі арқылы сіздер бүгінгі сабақтағы сабақ жетістігім, сабақтағы белсенділігім, сабақтағы қызығушылығым, сабақтағы жаңа білім алғандықтарыңыз, сабақтың қызықтылығын өздеріңіздің 1 саннан 10 саны арқылы өздеріңізге жіберілген ссылка арқылы бағалап жіберіңіздер. Өзінің жетістігін 10-ға дейін бағалапты. Мадина өзінің сабаққа деген белсенділігін 8-бен бағалапты. Аделя болса эссе құрастыру қызықты болды деп жазып өткен екен. Жақсы, құрметті білім алушылар, сіздер дәптерлеріңізді алып, бүгінгі үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Сіздерге үйге оқулық бойынша 148 беттің 6 тапсырмасы. Үй тапсырмасында сіздер көсемші тұлғалы етістіктерін жасау жолдарына талдау жасайсыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.